Мынау футболчы Манияды білесіздер, Мания деген футболчы Манчестер Юнайтедте ме ойнайды? Ливерпулда деген. Ливерпулда ойнайды. Енді футболды қатты біле бермейміз. Сол Мания деген Африканың тумасы, Сенегалдың. Бұл жігіт кедейліктен шыққан адам. Өте пақыр кедей болған. Бір нан, бір тістем нан, бір тамшы суға зар болған жігіт. Алла тағдырын оңынан келтірді, бұл мықты футболист болып Англияда қазір футбол ойнап жатыр. Ең қымбат командада. Және ең жақсы футболшы. Енді бұл жігіттің миллиондаған, миллиардтаған ақшасы бар. Енді бір журналист сұрақ қойыпты ғой. Сіз, міне, мықты футболистсіз, қанша достарыңыз бар. Бірінің 2-ден самолеті бар. Бірінің қымбат сағаты бар, бірінің қымбат көлік, бірінің үйі десе, сізде неңіз бар десе, жаңағы Мания тұрып бұлай деген екен. Бұл дүние өткінші. Бұл дүние, бұл атақ, бұның барлығы өткінші. Менің бар дүнием келесі өмірде деген екен. Бұл Мания қанша табыс тапса да, мұқтаж жандарға үй салар екен, ауру сырқаулардың дертіне ақша жіберер екен, бар тапқан Құдай үшін сарып қылар екен. Енді қараңыз, айдаладан келген қара домалақ бала әлемге әйгілі жалғыз болып, футболист болып жүрді. Сондықтан Алла Субханала Тағала кім Алланың разылығы үшін осылы бір іс-әрекеттер жасаса, не деді? Ең әуелі күнәсін кешіреді. Және бұл өмірде оны ерекше бір адам қылып қояды, оның жүзі жарық қылып қояды. Мейлі жүзі жарық болмаса, мейлі табысы жақсы болып кетпесін, бірақ оның жақсылықтары иншалла ертең адамдар көз көріп, құлақ естімеген жәннаттарды Аллах Тағала дәрежесін көтеріп қояды. Алла Субханала Тағала сондай бір биіктерді, сондай ұлық нығметтерді сізбенен бізге нәсіп қылсын. Сондықтан көпшілік айтады, жақсылық ақша бар кезде жақсылық жасау керек дейді. Жоқ ағайындар. Жақсылық жоқ кезде де жасалыну керек дейді. Мынау Билл Гейтстің бір мақаласы шыққанда сонда айтқан екен, менен де бай адам бар деп. Сонда айтқан екен, Билл Гейтс, сен Microsoft ойлап таптың. Сен миллиардерсің ғой сен. Сенен бай адам бар ма десе, ол оған оқиған баяндап берді дейді. Бірде Англияға келсе, Англия ма сол Америкаға келсе, аэропорттан түсіп газет алайын деп газет сатып тұрған адамға барса, газет сатып тұрған адам қанша? 20 центнер. Қалтасына қараса, үлкен крупный ақша бере алмаған. Сөйтсе, жаңа газет сатушы, мынау менен сізге сыйлық деген ғой. Содан тағы біраз уақыттан кейін қайта келгенде тағы да газет алуға аэропортта келсе, әлгідегідей ақшасы ірі екен тағы. Газетші, мынау да менен сыйлық деп беріп жерді дейді. Содан Билл Гейтс арадан 10 жыл ма 16 жыл өтіп дейді, миллиардер болды дейді. Microsoft ойлап тауып. Енді бұл кісі жаңағы газетшіні іздеді дейді. 1,5 ай іздеді дейді. 1,5 ай іздеп газетшіні тауып, жанына шақ алдыртып, сұрақ қойды дейді. Міне мен қазір миллиардермін деп айтты дейді. Сіз кезінде маған 2 газет беріп, қандай қуантып едіңіз дейді. Сіз қазір не сұрасаңыз мен барлығын орындап беремін, айтыңыз дегенде қарап тұрып, сен өзіңді баймын деп ойлап жатсың ба дейді. Иә десе, бай емессің дейді. Адам жақсылықты байлық жеткенде ғана жасамайды дейді. Бәлкім өзің мұқтаж болып тұрғанда жасаған жақсылығы, міне сен үшін ең жақсы жақсылық деген екен. Сосын Билл Гейтске қарап тұрып, сенен сұрайтын ешқандай дүнием жоқ, жаның аман болсын деп кетіп қалған екен. Бұл Алланың алдында берілетін нәтижесін күтеміз деп кеткен екен. Мұсылман адам болғанда. Сондықтан ағайындар, жақсылық жасалыну керек. Жақсылық міндетсінбеу керек. Аллахтан сұрайық, Алла береді, Алла жеткізеді. Біреуге бердіңіз, қайда жұмсады, кімге жұмсады, не істеді, өзі біледі. Сіздікі беру. Алла берушілерден қылсын. Аллаху акбар.